астында чат тұр астында. Так, қазір. Менде ондай жоқ екен. Дауысым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Экран бәрі полныйда тұр ғой да? Иә, полныйда тұр. Жақсы. Жақсы, құрметті сәлематсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі күнге сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі менің сіздермен бөлісетін тақырыбым жас ерекшелігіне сай ғылыми зерттеу жұмыс тақырыбын қалай таңдау керек. Мақсаты бастауыш сынып оқушыларына жас ерекшелігіне сай ғылыми зерттеу тақырыптарын дұрыс таңдаудың әдіс тәсілдерін көрсету, мұғалімдерге тәжірибе ұсыну. Құрметті әріптестер, мен Қарағанды қаласы номер 14 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Омербаева Майгүл Рымбековна боламын. Әріптестер, алдымен сіздермен бірге отырып, ғылыми жоба дегенде не елестейміз? Осы сұрақ төңірегінде сіздермен біраз ой бөліссем екен. Қалай ойлайсыздар? Ғылыми жоба дегенде сіздің көз алдарыңызға не елестейді? Бірінші зерттеу. Аха. Зерттеу көз алдымызға. Зерттеу елестейді. Ғылыми жоба дегенде бір тақырып мысалы алынғанда сол тақырыптың тақырыбына байланысты бір жаңашылдық ашу. Аха. Дұрыс айтасыздар. Ғылыми жоба бұл оқушының белгілі бір тақырып бойынша өз бетінше ізденіп, ғылыми әдістерді қолданып, нақты бір мәселені зерттеп, қорытынды жасауға бағытталған шығармашылық жұмыс екен. Әрине біз ғылыми жоба дегенде бастапқы кездерде мен өз басым жоғарғы сынып оқушылары ғана бұл жұмыспен айналысады, онымен қоса үздік оқушы ғана айналысады деген өзімде ой болған еді. Алғашқы мектепке ең бірінші жұмысқа тұрған кездерінде әрине. Қазір енді жұмыс жасай келе барлығын сараптап, өткізіп, бойымыздан өткізіп, енді бастауыш сынып оқушылары да ғылыми жұмыс жасайтынын білеміз. Енді біз көбінесе ғылыми жұмысты жақсы оқитын оқушылар ғана деп айтамыз ғой. Мен осы міне 5-6 жыл төңірегінде мен сіздермен өзімнің сыныбымдағы оқушылармен қалай жұмыс жасап жатырмын, соны бөлсем. Менің сыныбымда 3 оқушы ғылыми жұмыстарға қатысып, өздерінің жұмыстарын таңғалдыруда. Мәселен, менің оқушыларымды айта кетейін енді: Қанатова Гүлім, Нәсіпбек Айша, Амангелдинова Аскарова Айзере деген оқушыларым бар. Енді мәселен, менің оқушым, мынау алдарыңызда тұрған Қанатова Гүлім атты оқушым. Менің Қазақстаным құндылығым атты конференция, қалалық конференция болып өткен болатын. Сол конференцияда 2-ші орынға ие болды. Енді қараңыздар, бұл конференцияға қатысып оқушылығын соншама қызығушылық танытты. Ата-анасы да өте қызығушылық танытты. Менің бұл оқушым 2-ші сынып оқушысы, қазір мен 3-ші сыныпқа көштім. Оқушыларымды қалай мен осы ғылыми зерттеуге қалай бауладым деп ойлайсыздар? Енді бұл ғылыми жұмысқа деген оқушылардың қызығушылықтары мен зерттеушімін атты вариатив сабағы бар ғой, сол вариатив сабағы өте себепші болды. Бізде вариатив сабағы өтеді, мен зерттеушімін атты вариатив сабағы. Осы сабақ өте керемет сеп болды. Бұл оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытып, өз бетінше ойлануға, сұрақ қоюға, дерек жинауға, қорытынды жасауға үйрететін өте құнды бағыт екен. Бұл сабақта оқушылар қарапайым жоба жасап, өз жұмыстарын таныстырып, қорғап үйренді. Алғашқы сабақтарда әрине оқушыларымызға зерттеуші деген кім, оны қалай зерттеу керек, дерек көздерінен қалай іздеу керек деген сұрақ төңірегінде жұмыстар жасалды әрине. Сонан соң оқушыларға мен бұл сабақта барлық оқушыларға бірдей тапсырма бердім. Ең бірінші оқушыларға ең оңай, ең қызықты олар көріп жүрген тапсырмалар бердім. Бауырсақ қалай пайда болады? Бірдей, бір сыныпқа бірдей. Бауырсақ қалай пайда болады, қалай жасалады, соны аналарымен бірге отырып, қане көріңдеші, зерттеп көріңдеші, ол қалай жасалады деп. Сонан кейін ірімшік қалай пайда болды? Ірімшікті жейсіңдер, ол қалай жасалды
Қалай пайда болды? Кәне үйде зерттеп көріңдерші деп оқушыларға бірдей сыныпқа тегіс бірдей тапсырма берілді. Нанасыздар ма, оқушыларым өте қызығушылықпен жұмыс жасап, ертеңгінде сыныпқа айтайын ба, сіздерге енді өтірік шығар. Мына мен тапсырма бердім ғой, уже кешкісінде апай деп видеоларын жіберіп жатқан оқушылар болды, ертеңгінде жіберіп жатқан оқушылар болды, бірінен кейін бірі. Сосын мен оқушыларға, балалар, сендер сол суреттеріңді жинақтаңдар, келесі сабақ, зерттеу сабағы болған кезде осыны көрсетіп таныстырасыңдар, қалай жасадыңдар, қалай оны өңдеп шығардыңдар деген сияқты сол видеоларыңды жинақтаңдар дедім. Қазіргі балаларымыз өте керемет қой, видеоға түсіріп тура жұмыс жасағанды қызықтап көреді. Сонан бұлар сабаққа келіп, келесі зерттеу сабағында жұмыстарын көрсеткенде оқушылар өте қызыға бастады, барлығы қызыға бастады. Жаңағы әрине барлық тегіс жасап келген жоқ, арасында болды. Менде 26 оқушы бар, соның бір 16-сы жасап келді. Бауырсақты да, ірімшікті де. Бірінен кейін бірі қалай жасағанын барлығын айтып, прям енді қызықтай бастады. Жасаған оқушылар өздерінің жасағандарын оқушылардың алдында сөйлеп көрсеткенде қызығушылығы өте артты. Өте қызықты болды. Отырған оқушыларда жұмыс жасағысы келіп, соншама қызықтай бастады. Содан кейін қызығушылығы арта бастағаннан кейін мен келесі тақырыпты мынандай тақырып бердім. Балалар, ал енді үйде керек емес заттар болады, солай емес пе? Мамалар бір тамақ ішкеннен ыдыстарды болсын, жаңағы пластмасс ыдыстар болсын, соны керек емес қылып тастайды, солай ғой. Ал сендер сол заттардан қажетті зат шығарып көріңдерші. Қажет емес заттардан екінші өмір шығарып көрейікші. Қане, аналарымен бірігіп жұмыс жасап көріңдер деп мен оқушыларға тапсырма бердім. Бір оқушы айтты, менің мамам мынандай киімдер тікті деп. Сонан айтқам, егер де мамаларыңа керек емес болса, сен сондай бір жақсы қажетті өнім шығарып көр дедім. Нанасыздар ма? Сонан кейін оқушылардың барлығы керек емес заттардан енді 26 оқушымның 26-сы да жасап келді. Бірінен кейін бір. Сонан кейін сол оқушыларыма бір күнді арнайы мен зерттеушімін жаңағы сабағын арнадым. Сол сабаққа ата-аналарды да шақырдым. Міне, алдарыңызда тұр. Алдарыңызда міне соның өзін түсіріп қойдық. Алдарында қаншама сол 26 оқушының барлығы да керек емес заттан бір керекті заттар жасап келген ғой. Енді соны оқушылар ата-аналарының көзінше қорғады, қалай жасады, не істеді, оны қайдан алды деген сияқты. Балаларға өте қызықты болды. Марапаттау ретінде мен кішкене олардың қызығушылығы арттыру мақсатында өзіміз мектеп әкімшілігіне ұсыныс айттым. Осындай сыныбымда, осындай мен зерттеушімін жобасын жүргізіп жатырмын. Сіз осы оқушыларды жұмыстарын қарасаңыз екен, баға берсеңіз екен деп мектеп әкімшілігін шақырдым. Ол кісілер жаңағы марапаттау жасады. Оқушыларға өте керемет қызықты болды енді. Сонан кейін енді келесі мен сол оқушылардың жұмыстарын, яғни жаңа айттым ғой, қажет емес заттардан екінші өмір жасап шығардық. Оның мақсатын түсіндірдік. Табиғатты қорғауға, қаржыны үнемдеуге, әрі оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру мақсатында осындай жұмыс жасады. Және көрдіңіздер ме, қоқыс жәшіктерінде жасап келді ғой оқушылар. Әрине бұл енді балалар екінші сынып қой, өздері жасай алмайды ғой, дегенмен аналарының көмегімен ғой, дегенмен бұның барлығы. Сол оқушылардың жұмыстарын Зейінді бала халықаралық журналы бар екен, сол журналға жарияладым. Ата-аналарға ұсыныс жасадым, оқушылардың сосын шыққаннан кейін журналды көрсеттім. Міне балалар, сендердің жұмыстарың қандай керемет, міне осындай журналға шықты деп. Содан кейін мектеп әкімшілігіне ұсыныс жасап, мектепшілік конференция ұйымдастырдық. Мектепшілік конференцияда ата-аналарды да шақырдық жаңағы. Ата-аналарды шақырып, одан кейін қазір менің оқушыларым екінші сынып оқушылары, үшінші, төртінші сынып оқушыларын қонаққа шақырып, сол оқушылардың алдарында жасаған жұмыстарын қорғады. Енді алдарыңызда мына суретте байқап отырған шығарсыз, оқушылар мынау кім деген, Аслан деген оқушым менің мынау пуфик жасап әкелді, оның ішінде бөтелкелер.
бөтелкелерді, бос бөтелкелерді жинап пластмасс бөтелкаларды, соны қалай жасағанын міне алдарында қорғап отыр. Енді келесі оқушы менің ойнайтын асықтарды жинап, сол асықтарға байланысты өзі бір ойын шығарыпты екен, сол ойынды да қорғады. Көрдіңіздер ме? Балаларға өте қызықты болды, ата-аналарға да олардың қызығушылығы соншама артып, осылардың ішінен өзі оратор, жаңағы сөзге шешен, ғылыми жұмысты әрі қарай алып кеткісі келіп, маған тапсырма беріңізші деген оқушы содан кейін өзінің ішінен шығады. Міне соның ішінен менде 3-4 оқушы шықты. Бұл оқушыларым менің қалалық семинар болды, облыстық семинар болды. Сол семинарларда өздерінің өнерлерін көрсетті. Оқушыларым, яғни ғылыми жұмыс жасағанда кейбір оқушылар енді шыққанда қорғағанда сескеніп, ұялады, соның ішінен өзі жаңағындай оратор оқушы шығады. Сөзге шешен, анау жұмыстарын қорғайтын бір оқушы шығады. Соның ішінен өзі іріктеледі. Мен солай іріктедім. Оқушыларыма биылғы оқу жылында міне ұлы дала тұлғалар атты тапсырма бердім. Бұл осы 4-ші тоқсанда. Сол 4-ші тоқсанды аяқтаған кезде тапсырма бердім. Оқушыларым барлық тегістей жұмыс жасап алып келіп, ішінен іріктеліп өзі шықты. Бір оқушым, жаңа Нәсіпбек Айша деген оқушым мектепшілік конференцияда өзінің жұмысын көрсетті. Енді әріптестер, сіздерге айтайын дегенім не? Оқушыларды қалай таңдаймыз деп отырмыз ғой. Сол оқушыларды барлық сыныпты қамтысаңыздар, ішінен іріктеліп біреу шығады өзі. Сосын маған тапсырма беріңізші деген өзі оқушы шығады, онымен қоса ата-ана да шығады екен. Енді оқушыларға берілетін тапсырма, ол қарапайым өздеріне ұнайтын болса, өте жақсы, олар қызығушылықпен орындайды екен. Сосын арасынан ұлттық құндылықтармен байланыс болған өте жақсы. Енді менің қазір сыныптарым, сынып 2-ші сынып оқушыларым міне мамыр айында оқуға демалысқа кетіп бара жатқанда, мен оқушыларға мынандай тапсырма бердім. Балалар келесі осы жаз бойы осындай жұмысты зерттеп, қыркүйек айында келген кезде сіздер осы жұмыстарыңызды дайындап, оқушылардың алдында қорғаймыз деп мынандай тапсырма бердім. Ол 7 санының құпиясы, қымыз шипалы сусын, менің отбасымның шежіресі, мен тұратын көше атауының тарихы. Оқушыларға менде 3 қатар ғой, сол 3 қатардың әрбір қатарға бөліп қойдым да, ең соңғы мынау мен тұратын көше атауының тарихы дегенге бәріне жаппай бердім. Балалар, осы жұмысты барлығыңа бірдей, бірақ кім жасап келеді осы жұмысты? Өз еріктеріңізде деп, осы тапсырманы мен бөліп бердім. Сіздерге де осындай тапсырманы ұсынамын. Оқушыларға өте қызыға орындайды. Нанасыздар ма, дәптерлеріне жазып алып, мамаларына хабарласып, міне бүгінгі таңға дейін мен мұғалім, мен мына тапсырмамен жұмыс жасап жатырмын деп айтып жатқан оқушыларым да бар. Енді жұмыс сәтті болу үшін, әріптестер, тақырыпты дұрыс таңдау басты шарт екен. Жас ерекшелікті ескеру, қызығушылықты басшылыққа алу және ұлттық құндылықтармен байланыстыру арқылы оқушының тұлғалық дамуына оң ықпал етуге болады. Ал енді әріптестер, менің ұсынысым сіздерге. Мектепте шағын ғылыми жоба шеберханасын құрып, жыл сайын бастауыш зерттеушілер форумын өткізсек екен. Осыны мен өзімнің мектебімдегі мұғалімдеріме де ұсынып отырмын. Келесі жылы осы бастауыш зерттеушілер форумын ұйымдастырғым келіп отыр. Сіздерге де мен осыны ұсынамын. Құрметті әріптестер, мен бүгінгі сіздермен бөлісемін деген тақырыбым осы болды. Кері байланысым міне WhatsApp желісіне кері байланыс жазуларыңызға болады. Сонымен қоса, менің Instagram парақшам, YouTube каналым, барлық жұмыстарым, мектепте қандай жұмыс жасап жатырмын, оқушылармен қандай ғылыми жұмыс жасап жатырмын, соның барлығы мына YouTube каналымда, Instagram парақшаларымда тіркеулі. Хабарлассаңыздар да болады, көмегім тисе, көмектесуге қол ұшымды беруге әзірмін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі спикерлерге
сәттілік тілеймін. Ұйымдастырушы сізге көп алғыс. Жақсы, рахмет Майгүл ханым, бөлісіп жатқаныңызға, қанша жұмыс жасап жатқаныңызды да көрсетіп жатырсыз. Өте жақсы, тамаша есетар, жақсы идеялар беріп жатсыз. Барлығына үлкен рахмет. Әріптестер де кері байланыстар беріп жатыр. Слайдыңызды өшіріп тастасаңыз, әріптестер Майгүл ханымға беретін кері байланыстарыңыз бар ма? Кері байланыстарыңызды, бізге мысалы бұл кісінің идеясын мен өз қорытындыма салып отырмын. Сыныбым бірінші класс бітір аяқтады, екінші классқа көштік, екінші сыныпта осындай менде жалпылама тапсырма, менде неге бермеске, бізде осылай неге жұмыс жасамасқа, ішінен сосын ең жақсыларын таңдап неге алмасқа деген ұсыныс өте жақсы. Тамаша, рахмет, құрметті әріптестер, керемет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қазір слайдымды өшіріп, енді келесі спикерге сөз кезегін беремін. Рахмет, әріптестер. Майгүл ханымның идеясы өте тамаша. Сыныпта сонда балалардың ешқайсысы қамтылмай қалмайды, барлық баланың барлығы қамтылады. Ата-ана тарапынан да ешқандай өкпелеушілік болмайды. Біз үштік одақтық жұмыс жасап қалыптасқан енді ортамыз ғой негізі. Бұл жерде де ата-ананың жаңағы бала өміріне араласып, мектеп өмірі араласып, мұғалімнің жұмысының жеңіл емес екенін көріп түсінуге жақсы тапсырмалар бар. Өйткені отбасында олар бір балалармен жаңағы тіл табысып жұмыс жасаудың өзін үлкен қиындық көріп жатады. Мұғалім 30 баламен жұмыс жасайды. Осындай жақсы идея бергеніңіз үшін Майгүл ханым, сізге үлкен рахмет. Еңбегіңіз өсе берсін, ары қарай да биік дәрежелерге көтеріле беріңіздер, қай-қайсыңыз болсаңыздар. Ендігі сөз кезегін Маңғыстау облысы Ақтау қаласы Жайсан бала нөмір 2 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Оразалы Ақмарал Әсенқызы бар ма? Ол кісі бағанадан бері хабарға шықпай жүр. Бар ма екен? Жоқ болса, онда уақытта